сабағымыздың тақырыбы бұйым нобайын жасау, материалдар, құрал-жабдықтарды даярлау. Сабақтың мақсаты әртүрлі графикалық тәсілдерді қолдана отырып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тәсілін анықтай отырып, технологиялық, графикалық және технологиялық құжаттарды дайындау. Болашақ іс-әрекеттерді анықтауда өздерінің алған білімдері мен тәжірибелік жұмыстарын қолдана отырып, шығармашылық әрекеттерді жоспарлау. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты қайталау мақсатында әр топқа келесі сұрақтар беріледі. Бірінші, шебер тобына сәндік қолданбалы өнер дегеніміз не? Кім айтады? Айтады. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз тұрмысқа қажетті көркем заттарды жасайтын шығармалардың бір түрі. Оларға ыдыс, жиһаз, зергерлік бұйымдар, киім түрлері жатады. Екінші сұрақ, халық шығармашылығының түрлерін атаймыз. Айтады. Зергерлік, былғары өңдеу, тоқымашылық, кесте тоқу, өру, кілем тоқу және тағы басқалар жатады. Келесі өнер тобының сұрағы. Ою-өрнек дегеніміз не? Айтады. Ою-өрнек дегеніміз сәндік қолданбалы өнердің көркем құралдарының бірі. Үшінші білім тобының сұрағы. Қазақтың ұлттық қолданбалы сәндік өнеріне қандай бұйымдар жатады? Айтады. Оған ши тоқу және киіз басу өнерлері жатады. Енді шиді неден жасаймыз және шиді не үшін қолданамыз? Шиді біз қамыстан жасаймыз, оны өріп жасаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы бізден нобай дайындау. Жалпы нобай дегеніміз не? Нобай қағаз бетінде түсірілетін ізденіс сурет. Жобаның ең алғашқы ізденіс нұсқасы. Кез келген бұйымды жасаған уақытта біз ең алғаш несін жасаймыз? Нобайын жасаймыз. Енді нобайды түрлі сызықтар арқылы түсіруге болады. Енді нобайды тек қана қолмен емес, және компьютерлік көмегімен салуға болады. Енді біз келесі сабақта шығармашылық жұмыс орындауда біз осы нобайларды, салған нобайларымызды және қиып алған кино үйлерімізді қолдануымыз керек. Бізде нобайдың түрлерін, кез келген нобайға біз қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің түрлерін саламыз. Енді мына жерде нобайдың түрлеріне бізде әртүрлі ойын түрлері берілген. 4 құлақты ойын, 5 бұрышты және 6 бұрышты ойындар берілген. Енді негізі ою-өрнектер, жаңада айтып кеттік, бізге сәндік үшін кез келген ұлттық нақыштар, бұйымдарды қолдану үшін ою-өрнектің түрлері қолданылады. Жалпы ою-өрнек 4 топқа бөлінеді. Біріншісі өзіндік сипатты ою-өрнектер, жануар сипатты, ғарыш сипатты және геометриялық пішіндерден алынған ою-өрнектің түрлері жатады. Енді бүгінгі біздің сабағымызда сараманды жұмыста біз ою-өрнек түрлерінің нобайын дайындап және қағазды 3 бүктеп, не болмаса 4 бүктеп, 2 бүктеп ою-өрнектерінің қима үлгілерін жасаймыз. Қазір енді бізде сарамандық жұмысқа бізге 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмамыз сәндік қолданбалы өнердің, яғни жасайтын бұйымның нобайын саламыз. Екінші, осы нобайға салатын оюдың түрлерін қағаздан ойып, қима үлгі жасаймыз. Сарамандық жұмысымызды бастамас бұрын біз қайшымен жұмыс істейміз, яғни қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қайшымен жұмыс істегенде қандай ережелерді сақтауымыз қажет? Айтады. Қауіпсіздік ережелеріне, яғни қайшыны қолдану үшін мен кез келген жерге қайшыны тастап кетуге болмайды, және де басын ашық қалдырып тастауға болмайды, және адамға беретін кезде ұстайтын жағын беру керек. Тағдырсын толықтырамыз. Айтады. Яғни қайшымен жұмыс істеп жатқан кезде оған кедергі жасамау керек. Кедергі жасамау керек. Енді қыздар қазір әртүрлі өзін берілген сарамандық жұмысын орындайды. Бұл жерде 2 тапсырма берілген. 2 қыз сәндік қолданбалы өнердегі бұйымның нобайын салады, 2 қыз қағазды бүктеу тәсілі арқылы ою үлгісін жасаймыз. Әр топ өзінің жұмысына кірісеміз, қауіпсіздік ережесін есте сақтаймыз.
Бірінші күн қорғайды, шебер толған. Айтамын. Biz şiдің нобайын салдық, және де бізге ши адам өмірдің жағасы пайдалы зат деп айтсақ болады. Және де шидің қызметі ол ыстықтан және де сүт өнімдерін қорғауға арналған. Сонымен біз осы шидің нобайын салдық және де ендігі сабақтарда біз осы нобайды дамыта бастаймыз. Екінші. Біз қиған бұл жерде 4 құлақ оюлар. Яғни бұны ежелгі кезде қолданған оюлар. Біз бұларды жастықтарда, көрпешелерде, сандықтарда және түрлі сәнді қолданбалы өнерде пайдаланатын боламыз. Бірінші. Айтамыз. Біз аяққаптың нобайын салдық. Және де бұл аяққап киізден жасалған қазақтың ұлғыт нақыштағы бұйым. Біз аяққапты әртүрлі заттарды салу кезінде қолданамыз. Бұл қазақтың ұлттық оюы, 4 құлақты оюы деп аталады. Бұны біз жануарлардың элементінен алдық. Және де біз бұны көрпешелерде, жастықтарда, және де текеметте, сырмақта тағы басқа дүниелерде қолданамыз. Бұл оюда 4 құлақ оюын біз қиып алдық. Және де бұл оюда жан-жануарлар тектес, және де өсімдік тектес ою элементтері бар. Яғни осы қиып алған ойды барлығымыз сәлдік қолданбалы өнерде, яғни нақыштар бұйымдарды жасаған уақытта қолданамыз. Енді қыздар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта біз сәлдік қолданбалы өнер туындылары, яғни ұлттық нақыштағы бұйымдарды жасау үшін нобай жасадық және әртүрлі ою үлгілерін біліп алдық. Енді келесі сабаққа үйге тапсырмаға бұйымды дайындаудың ұтымды тәсілдерін ойластырамыз және шығармашылық жұмысты орындауға керекті құрал-жабдықтар мен материалдарды алып келеміз.
енді бүгінгі өткен сабаққа кері байланысты біз білім қоржыны арқылы кері байланысқа шығамыз. Яғни алғарына стике берді, сол стикелер арқылы әр оқушы бүгінгі сабақ туралы өздерінің өзара кері байланыстарын жазамыз.